Сәлем достар. Настолько барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде сұрақ жауап. Но мен оны сообществоға, яғни екінші каналда жаздым, сұрақ жауап түсіремін. Сұрақтарыңызды жазыңыздар, бірақ 3 адам жазды. Мынау көп сұрақ болды, сондықтан мен көбіне жауап бере алмайтындықтан азын-аулағын теріп жазып алдым. Сондықтан сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Неге екінші каналға түсірмеймін деген сұрақтарға жауап бергім келіп тұрған жоқ. Сондықтан видеомызды бастай берейік. Кеттік. Так, бірінші сұраққа көшейік. Так, бірінші сұрақ: жігітің бар ма? Достар, мен жігітім жоқ. Шын өмірде бар, но только бокада жоқ. Так, келесі сұрақ: сен нешедесің? Менің жасым 12-де, биыл 16 декабрь 13-ке туғанмын. Келесі сұрақ: ата-анаң қай жақта тұрады? Менің ата-анам өзімнің ата-анамның үйінде тұрамын. Яғни бірге тұрамыз. Так, өзім құрғап жатыр. Келесі сұрақ: әжең мен атаң бар ма? Менің нағашы әжем бар, но нағашы атам жоқ. Сабақтан неше аласың? Мен сабағымда 4-5-ке оқимын. Сабаққа керек құрал алдың ба? Достар, мен керек құрал алдым. Егерде мен бірінші күнімде Best School шыққан болатын, сіздер әлі көрмеген болсаңдар көріп кетіңіздер, және активті көтерейік. Ал енді келесі сұрақ: сен жалпы мақсатың? Менің жалпы мақсатым осы 1 жылдың ішінде, немесе туған күніме шейін, 16 декабрь ғой мен туған күнім, сол уақытқа дейін мен 1000 подписчикке, тіпті одан да көп подписчикке жету, және ноутбук алу. Менің қанша мақсаттарым көп, бірақ оны бағаламайтын керегі жоқ. Енді келесі ол сұрақ емес, ол бізде Айзере сәлем. Ал достар, мінекей бір азын-аулақ қана сұрақ. Бірақ бір қыз, Инабат деген қыз, одан да көп сұрақтар жазған, бірақ оны сұрақтарды мен жауап бере алмадым. Өйткені слишком көп екен. Егер де екінші час керек болса, сол сұрақ жауап туралы егер керек болса, онда мен тағы сообществоға жазамын, сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, мен ол сұрақтарға жауап беремін деп. Алшы достар, осымен менің видеом аяқталды, яғни сұрақ жауап. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, сау болыңыздар.